барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай және де үйдегілердің барлығына бірдей ұнайтындай осындай өте дәмді және де әдемі көрініске ие болған тамақты бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға сұйық май құйып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ет салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Еттің суы бөлінген соң қазанның қақпағын жауып, бір-екі рет араластырып, суы тартылғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміздің суы тартылған соң пияз салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң бұрыш салсаңыздар болады. Бұрыш мүлдем міндетті емес, тек қана теркадан өткізіп, сәбіздің өзімен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Сонымен сәбізімізді барлығын салып, жақсылап қуырып алған соң су құйып 40 минут 1 сағатқа қайнатуға жіберетін боламыз. Подлив дайын болады дегенше бұл аралықта пюре жасап алдым. Қайнатып алып, қызыл бұрыш, сарымай салып араластырсаңыздар пюре өте дәмді болады және де подливтің дәмімен өте әдемі үйлесетін болады. Біздің подлив 1 сағаттай қайнаған соң осылай ұнның үстінен ұсақтап туралған чеснок, сосын су құйып жақсылап араластырып, подливтің үстінен құйып жіберіп, тағы да 20 минут қайнататын боламыз. 15-20 минут қайнаса жеткілікті. Сонда подлив өте қою, әдемі, дәмі де өте керемет болып шығады. Дәл осы сәтте тұз өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып, тағы да жаңа айтып өткендей 15-20 минут қайнатып алсақ, сонымен біздің өте дәмді подливіміз дайын. Пюремен бірге оның жанынан макарон қайнатып, немесе осылай мен сияқты гречка қайнатып ұсынсаңыздар да болады. Балдарға өте витаминге бай тамақ болатын болады. Дәмі де өте керемет. Үйіңіздегілердің барлығы ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.